Балаңыз мектепке бармай жатып, әріптерді оқуды жек көріп кетеді деп қорқасыз ба? Қазір алдын алу жолдарын айтып беремін. Көп жағдайда себеп балада емес, оқыту тәсілінде. Сандар мен әріптер расында кейде қызықсыз болып көрінуі мүмкін. Бірақ бұған бір шешім бар. Сабақты ойын сияқты етіп өткізу керек, сонда балаға қызығырақ болады. Бұл қиын және креативті ойлау керек. Бұл істе тұрақтылықты қалай табуға болады деп сұрауыңыз мүмкін. Онда сізге өзімнің тапқан тәсілімді көрсетейін. Қарапайым дәптердің орнына 3D ойықтары бар дәптерлерді көріңіз. Бұл балаңыздың оқуға қызығушылығын міндетті түрде арттырады. Бұл дәптерлерде қызықты тапсырмалар, түрлі түсті суреттер бар. Балаңыз өз еркімен қызығып жаза бастайды. Жинақта 5 түрлі дәптер бар. Ғажайып сиясы 8 минутта өшіп кетеді. Сондықтан қайтадан пайдалануға болады. Балаға оқу қиын емес, оңай болады, ал сіздің уайымыңыз қуанышқа айналады. Мумби дәптерлері мектепке тамаша дайындық. Балаңыз жаңа білімге қызығушылықпен қарайтын болады. Ал тапсырысты Каспийден оңай бере аласыз.